кеш 31 арнаның эфирінде информ бюро сіздермен бірге Аида Боранбай. Күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Туыстармен кездескен Владислав Челых оларға бар шындықты айтты ма? Әскери прокуратура ұсынған айғақзаттар Челыхтың қылмысын дәлелдей ме? Ақтөбеде орыс қазақ зиратын өртеген кім? Лаулаған өрттен бірнеше бейіттің күлі көкке ұшқан. Қапшағайдағы жағажайлардың бірінде орналасқан ең ірі қонақ үйдің 100-ге жуық қызметкері неліктен бір мезетте жұмыстан кетті. Өшіне өзгеде жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Халқына қалқан болам деп арқан кергенде ажал құшқан балаларының денелерін жер қойнына тапсырған сарбаздардың ата-аналары Владислав Челыхтың туыстарын қолдауда. Боздақтарын жоқтаған олар қайғылы жағдайға жалғыз адамның кінәлі екеніне сенбейді. Мұны Владиславтың атасы Владимир Челых Алматыда өткен арнайы баспасөз мәслихатында айтты. Тағдыры қыл үстінде тұрған немересімен Талдықорғандағы уақытша тергеу изоляторында небәрі 5 минут тілдескен Владимир Челых тәуелсіз тексеріс пен дәрігерлік сараптаманы талап етіп отыр. Тергеу абақтысында жатқан Владислав Челыхпен кездескен шекарашының атасы немересінің қажыған күйін көріп, қаймығып қайтқандығын жеткізді. Бізге заңды түрде жүздесуге кем дегенде 20 минут уақыт берілуі тиіс. Алайда Владпен 5-ақ минут тілдесіп қайттық. Баламыз жасқанша қорқақ болып қалған, көңілі жабырқау деді ол. Бұқаралық ақпарат құралдарынан өз сөзін бұрмаламауды өтінген Владимир Челых немересінің қылмысты мен жасағаным жоқ деп айтпағандығын ескертті. Что можно за 5 минут сказать? 5 минуттың ішінде не айтып үлгеруге болады? Айналамызда қанша адам тұрды, төбемізде камера, жанымызда күзетшілер, адвокат. Влад артық сөйлеуге қорқады, ағат кетсе жазасын алатынын түсінеді. Кез келген адамды малдай меңіреу етіп жасамаған қылмысын мойындатып жіберуге болады ғой. Владимир Челыхтың пікірінше белгісіз біреулер немересін психотропты не өзге заттардың көмегімен есінен адастырып арам ойларын жүзеге асырған. По моим сведениям, бұл жол мен білген мәліметтер бойынша есірткі тасымалдайтын жол. Оның үстімен кеңестік уақытта да Ресейге есірткі жеткізіп тұрған, яғни осы затқа қандай да бір қатысы бар адамдар мен қылмыстық топтардың барлығы бұл жолдың жабылып қалмауына мүдделі. Қамауда отырған шекарашының атасы бекетте балалары мерт болған өзге ата-аналар да бізге қолдау білдіріп отыр дейді. Челыхтың айтуынша олардың ешқайсысы бір адам 14 жауынгерді жайпап салды дегенге сенбейді. 5 родителей, с которыми нас... ДНК өткізуге бізбен бірге барған 5 ата-ана күнде менімен хабарласып, халімізді сұрап тұрады. Олардың қолдауын сезінемін. Әлі күнге дейін барлығы таңырқап отыр. Сіздердің ұлдарыңыз мұны істеді деген нанғысыз, біз оған өмірімізде сенбейміз дейді. Ал Талдықорған гарнизонының әскери прокуратурасы қылмыстық іске қатысты заттай дәлелдерді көпшілікке көрсетті. Оқиға орнынан тапанша, әскерилер киімі, ұялы телефон, ноутбук пен 12.000 теңге ақша табылған. Челыхтың қылмысқа қатысты екендігін айғақтайтын өзге де заттай дәйектер бар көрінеді. Алайда тергеу құпиясын ашпас үшін олардың біразын жасырын қалдырып отырмыз деп хабарлаған прокурорлар. Шекарашы болғаныма қуанамын. Елім үшін жауға қарсы тұраламын, халқыма қызмет етсем арман бар ма, ойлаймын күндіз-түні елдің қамын. Көз тірісінде арқан кергенде қызмет еткен Нұржас Үсіпәлиев үйіне осылай деп хат жазған екен. Отан алдындағы борышын абыроймен атқарып жүрген барлық боздақтың ойы осыған сайса керек. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Азамат Жанаспаев, информ бюро 1 арна. Бұл тақырыпқа әлде ораламыз. Өзгеде жаңалықтар. Ақтөбеде ескі орыс қазақ зираты өртке оранды. Лаулап жанған от ондаған моланы бүлдіріп кеткен. Бейіттің басында күзетшінің жоқ екенін аңғарған тұрғындар өрт сөндірушілерді өздері шақырған. Алайда лаулап жанған өрт бір шама жерді шарпып үлгерді. Қызыл жалынды ауыздықтауға төтенше жағдайлар қызметінің 10 адамы мен 2 арнайы көлігі жұмылдырылған. Қазір өрттің шығу себептері анықталу үстінде. Ал Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты Құмарықтың тұрғындары ауыл әкімшілігін басып алды. Халықты бұл қадамға жалпыға ортақ судың жекенің қолына өтуі итермелеген. Бұқараның базынасына билік бейғамдылық танытқан соң бас көтердік деп отыр олар. Шалтаудан аққан судың жұрт үшін шарапаты шамалы. Меншіктеп алған кәсіпкер қазаншының өзергі қайдан құлақ шығарсаның керін келтірген. Етектегі елдің аузынан жайдақ суды жырып, құм жуатын шағын зауыттарға жығып берген. Салдарынан Құмарықта ауыз су қасқалдақтың қанындай қат. Ауыз судан ауру тапқандар да бар. Құмарық ауылының тұрғындарын пайдаланып отқан суының сапасы госстандарттарға сәйкес келмейді. Бұл су ішуге жарамсыз. Соңғы 2 жылда Құмарық ауылында сарып аурумен ауырған
адамдардың саны 30-дан асып кетті. Жастар болашағы серіктестігіне қарасты Шалсуы жас буының болашағына балта шауып отыр дейді жұрт. 2 күннің бірінде ауызсудан 4 түліктің өлексесін тазалаудан шаршапты. Осы жерден бір тоқты қойлардың жүнін тазаладым. Осы суды біз өзіміз ішіп жатырмыз. Әділдік сұраған жұртқа су қожайыны сөз артпай дүйімелге доңайбат көрсетеді. Мен ғалымын ал. Нақ үйінің ішін не істейді? Көресің, не істейді mesela? Істеш ал. Сен нақ үйінің ішесінде басқа ел нақ 250 метр. Жоқ, 250 метр нақ тасу керек. Істеші маған. Тірлік нәрінен тарыққан тұрғындардың төзімі таусылды. Бітімге келмесе берсе қолынан, бермесе жолынан аламыз деп ашынды жұрт. Толғақты мәселенің тиегін тарқатқан тұрғындар талап тілегін осылай тыңдатты. Су біздің ішуге жарай ма, жарамай ма? Біз қазір технический судан ішіп отырмыз. Ол заңды ма? Бұлайша ол заңсыз. Бас көтергендерге басу айта келген аудан басшылары бар мәселені күн ілгеріге қалдырды. Бірақ күндізбенің қай күні екені белгісіз. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Жамбыл облысынан. Бүгін Алматыдағы қалалық нөмір 1 емханада үлкен дау шықты. Дәрігерлердің қабылдауына кіре алмай жүрген жұртшылық апталап кезегін күтуден шаршаған. Жанына дау іздегендерге дәліз тарлық етуде. Өйткені емхана уақытша жөндеу жұмыстарына жабылғандықтан дәрігерлер келушілердің барлығын көрші тұрған балалар емханасында қабылдауға мәжбүр. Жөндеу жұмыстар тек жылдың аяғында ғана бітеді деп жоспарланып отыр. Бұл жер балалар емханасы емес, ата-аналарға арналған шайқас алаңы сияқты. Айғай-шу таңғы 6-дан бастап қызат кезектің келеңсіздігінен. Дәрігерлердің қабылдауына кіру дегенің қиямет қайым деп дүрлігеді жұрт. Өйткені күні бұрын тізімге жазылып, қолыңа талон алады екенсің. Бітпейтін ұзын сонардың кезегіне тек содан кейін ғана қосыласың. Әсіресе күн батқанша табаннан таусылатын қарттарға қиын. Детский, взрослый, аралас, адам көп, очередь. Бір кабинетте 3 врачтан отырады, оған үстін кіреміз, вообще неудобно. Қалалық нөмірі 1 емхананың жабылғанына 3 айдай болған. Сәуір айының 10-да жөндеу жұмыстары басталған. Сондықтан қала әкімшілігі құрылыс толық аяқталғанша жолдың арғы жағындағы бір қабатты қалалық балалар емханасының бір бұрышын бөліп беріпті. 3-4 дәрігер бір бөлменің ішінде қатарынан ем-дом жүргізуге мәжбүр. Симағандар тіпті жертөлесінде отыр. Коридор өздеріңіз біліп көріп отырсыздар. Бірақ этаж бізде жұмыс, қадвалдап отыр, дәрігерлердің бәрі, взрослый населенің бәрі қадвалда отыр. Осы желтоқсан айына дейін осы жерде боламыз да, қайтадан орнымызға сояққа кетеміз. Құнтақтағы сәбиін қаратып жүргендер дәрігерлердің балалар бөлімінде үлкендерді қатар қабылдайтынына наразы. Вирус жұқтырып алама деп алаңдайды. Тар дәлізде не терезе, не аяқ басар жер жоқ. Адамның тынысы тарылады. Талон алу үшін мен таңертең сағат 5 болмай келуім керек, очередь алу керек. Мен 3-ші күні уже келдім и записті бер жағынан берді. И то бір балама окулистке понедельникке. Мен 5 күні келгенмін. Емхананың жабылуы ел жұртқа кесел болып тұр. Құрылыстың жылдың аяғында аяқталатынын ескерсек, қалалықтардың әлі 6 ай тар жерді қанағат тұта тұруына тура келеді. Мақсат Толықбай, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро, Алматы. Информбюроның екінші жартысынан көретіндеріңіз. Еліміздің ішкі істер органдарында қызмет еткісі келетін қыздар саны көбеюінің себебі неде? Евро 2012 футбол додасының алғашқы күндерінде қанша жанкүйер қызы төбелестің құрбаны болды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Сарыбөктерде қанға бөккен өрімдей шекарашылардың толық емес дене мүшелері салынған қаралы табыт туыстарына таратылды. Күні кеше 20-ға да толмаған жас өрен әскерге аттандырған Ақтөбе, Қос Қыранын, Атырау 3 бірдей ұлын, Жамбыл 2 жауынгерін жансыз күйінде күтіп алды. Қаралы табыт көші еліміздің 6 бірдей өңіріне таратылып, танылды деп табылған сарбаздарды елі ақтық сапарға шығарып салды. Азаматтарынан айырылып аңыраған анаға, бейбіт күнде әкесінен айырылған балаға басу айтып, аш ақиқатты жеткізу қиын. Сондықтан да қаралы табыт келмейінше, соңғы үміттерін сөндірмей жүрген жұрттың соқыр үміті де өшті бұл күні. Сенгілері келмеп еді, табытын әкеп тұр. Еңбек шауының 27 жастағы азаматы Талғат Сәрсенбаевқа да топырақ туған жерінен бұйырды. Келісім шарт бойынша қызмет атқарған жерінде ажал құшқан арда азаматының артында аяғы ауыр келіншегі қалды. Арыстарын жоқтаған жұрты қалды.
Табыт көтерген қаралы көш жамбылдық жауынгерлердің де өлі денесін өз еліне жеткізді. Қан сасыған шекараның қынадай қырылған құрбандарының бірі. Жанат Ильясовтың денесін туыстары туған жері Шу ауданына әуежайдан түсірген бойда алып кетті. Ал жуалының тумасы Нұржан Үсіпәлиевті соңғы сапарға шығарып салу рәсімі Тараз қаласында өтті. Бейбіт күнде бақилық болған боздақтарын жоқтауға келген жұртта есеп болмады. Ер азамат болып туғаннан кейін отан үшін қаза болу, ол абырой, ерлік деп білем. Жатқан жері жайлы болсын. Ал қос сарбазынан көз жазған Ақтөбе небәрі 20 жастағы Қамбар Ағанас пен Әли Мақсатовты жер қойнына тапсырды. Алдыңғы жылы қараша айында әскерге аттанған сарбаздар осы күзде елге оралуы керек еді. Бірақ өздерінен бұрын өлі денелері келді. Шекарашылар мәйітін әуежайдан туған туыстары күтіп алды. Ассаламу алейкум ва рахметуллах. Ассаламу алейкум ва рахметуллах. Қамбардың атасы Ағаны соғыстан тірі оралған, әкесі де ауған соғысынан аман қалған. Тек Қамбарға бейбіт өмірде қаза табуға тура келді. Туыстары бәрінен бұрын жауапкершіліктің жоқ екеніне наразы. Ата-аналардың айтуынша 2 айда шекарашылардан хабар болмаған. Бірақ бұл командирлерді еш мазаламаған көрінеді. Ата-ананың балаларымыз жоғалған деген өтініштеріне командирлер постта байланыс жоқ деп жауап қайырған. Мәлім болғандай, қазір посттың командирі күзетке алынды. Шекарашыларды ерлікпен жерледі. Қамбар Ағанасты ата-анасының сұрауы бойынша Есет Батыр зиратының жанына жерлеген. Ағанас Қамбар бауырымызды денесін әкелуге ата-анасына және осы шекара қызметінің атынан құжаттармен 2 миллион теңге көлемінде кішкене көмек болса да, ол Қамбар бауырымыздың тырнағында тұрмайды, бірақ кішкене болса да көмек ретінде әкеліп берді. Дәл осы күні еліміздің 6 бірдей өңірінде жастарға жаназа шығарылып, арқан керген құрбандары жер қойнына тапсырылды. Ал қанды оқиғаның ақиқатын анықтауға аса асыға қоймайтын құзырлы орган алғашында қызғыштай қорып, қан сасыған шекараға журналистерді жуытпай қойып еді. Бүгін өртенген шекараның алғашқы суреттері ғаламторда жарияланды. Ирина Савитжанқызы, Нурадин Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, 31 арна. Хабарым жалғастырамыз. Қазақстанның ішкі істер органдары қызметінде жұмыс атқаратын қыздар саны көбеймек. Бұған ішкі істер министрлігі Алматы академиясының 2012 жылғы бітіруші түлектеріне арналған әскери шеру дәлел. Академиядан биыл 262 түлек түлеп ұшты. Полиция лейтенант атағын алған түлектер қуанғаннан аспанға теңге шашты. Бұл академияның әубастағы салты. Ал болашақ полицейлер жастарды ұрып соғып емес, психологиялық жолмен тәрбиелейміз дейді. Негізінен ішкі істер органдары қызметкерлерінің міндеті ол бұзақыларды немесе құқық бұзушыларды ұстап, темір тордың арғы бетіне тыға беру емес, былайша айтқанда. Біздің негізгі міндетіміз ол біріншісі адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау болып табылады. Оқу орнында биылғы жылы 48 қыз бала білім алып шықты. Сондықтан полицей қыздарды енді кинодан ғана емес, өмірден де көп көруге болады. Девушки, я считаю, қыз балаларға ішкі істер министрлігі академиясына түсу қиынға соқпайды. Ол тек білімділік пен күш-жігерді талап етеді. Академия түлектеріне сұраныс күшті, олардың бірде-бірі жұмыссыз қалмайды деп сендіреді. Ол жалпы біздің сонау балдардың бірінші курсқа тапсырғанынан басталып, бұның бәрі қамтамасыз етіліп қойған. Оққа түскен уақытта әрқайсының өзінің келген региондары бар, өңірлері бар, облыстары. Солардан қазір покупательдер дейміз, арнайы кадр бөлімінің басшылары келіп, сол жеке-жеке өзіне жаңағы атынан келіп түскен балдардың бәрін өз жағына барып, жоқтан істерін әрі қарай жалғастырады. Ұсталғандарды жұдырықпен емес, психологиямен тәрбиелейміз деп ант берген жас полицейлер болашаққа қарай сап түзеп кете барды. Әзиза Өтеулиева, Ринат Абылқайыров, Қайрат Әкімбаев, Алматы. Ал Павлодар қаласында отанына оралған қазақтардың кіші құрылтай болып өтті. Мыңнан астам делегат қатысқан жиында ел дамуына үлес қосқан қандастарымыз марапатталды. Әлемнің 40-тан асқан мемлекетінде тарыдай шашырап жүрген 5 миллион қазақ бар. Қазақ тәуелсіздік алған сәттен бастап елімізге 1 миллионға жуық қандас оралды. Өшір ең ақырғы пенсия, аяқ пенсия алам. Бірақ мен өкінбейді. Неге? Сүйікті отаныма келдім. Отанға кел, яғни өз жеріміздің өзге елді отан болғанша өз елінде отан бол деген осы ұстаным келіп отыр. Жиында сөз алған Талғат Мамашев көш тоқтаған жоқ, тоқтамайды да деді. Биыл елдегі оқиғаларға байланысты көш уақытша тоқтаған. Қазір көштің жаңа тұжырымдамасы жасалып жатыр. Көші-қон деген ол мемлекеттің саясаты. Мемлекет қай өңірге, қай жерге жұмыс күштері керек, қайда оларды орналастыру керек, мемлекет шешеді.
Сондай-ақ көші-қон қызметі полицейлер құзырына өтті. Бұл еліне оралған қазақтардың пікірінше теріс қадам болған. Қылмыскердің қолына кісен тағып, ұрыларды ұстауға тиісті сақшылар оралмандардың мәселесін түсіне алмай жатқанға ұқсайды. Көші-қон қызметі қайтадан ішкі істер министрлігіне өтті. Ал осы ішкі істер министрлігіне өтуден кейін бір жылға тарта уақыттың ішінде біраз тоқыраулар болды. Бұл тоқтады. Облыс деңгейінде тұңғыш рет өткен отанына оралған қазақтардың құрылтайы соңында үндеу жарияланып, ол жоғары билікке жөнелтілді. Сондай-ақ аймақтың дамуына өз үлесін қосқан қандастар марапатқа ие болды. Ануар Бірімжанов, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Павлодар. Ал футболдан Европа чемпионатында өткен түні басты кездесулердің бір ойналды. С тобында өнер көрсететін Испания мен Италия құрамалары Гданьск қаласында өзара бақ сынасты. Соңғы екі әлем чемпионатының жеңімпаздары арасындағы бәсеке ымырасыз өтіп, тең аяқталды. Ал бір күн бұрын Дания құрамасы Голландияны сан соқтырып, үлкен сенсация жасаған. Польша мен Украина мемлекеттері бірлесе ұйымдастырған бұл біріншілік Варшавадағы ұлттық стадионнан бастау алды. Тура осы әдемі спорт аренасында турнирдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Ал артынша жарыстың негізгі бөлімі басталды. Польша турнир қожайындары ретінде Грекиямен болған ойынмен ашылу матчын өткізді. Ортан қол қос құрама деңгейлі ойын көрсете алмады. Поляктар бірінші таймда белсен ойнап, бас сүрмергендер Роберт Левандовскийдің көмегімен есеп ашты. Артынша матчтың басқасы испандық Карлос Веласко Карбалио өрескел қателік жіберіп, гректер сапынан Сократес Папастопулос алаңнан қуылды. Осыдан кейін алаң иелері жеңіс туыстан шығармастай көрінген. Бірақ гректер мұнымен келіспеді. Бір ойыншыға кем болғандарына қарамастан олар екінші таймда Димитрос Салпингидистің көмегімен есепті теңестіре білді. Матчтың соңына таман Польша қақпашысы да алаңнан қуылды. Ал гректер пенальтиден жеңісті допты соға алмады. Қорытынды есеп 1-1. Артынша Ворцлав қаласында Ресей құрамасы Чехиямен алаңға шықты. Бұл ойын көпшілік күткендей болмады. Әлеуеттері шамамен бірдей қос ұжым арасындағы ойында солтүстік көршілеріміздің асық алшысынан түсті. Олар Петр Чех қақпасына 4 гол соқты. Екеуі Алан Загоевтың еншісінде болса, Роман Широков пен Роман Павлюченко бір ретте мергендік танытты. Есеп 4-1. Сонымен А тобында Ресей жеке көш бастады. Турнирдің екінші күні үлкен сенсация алып келді. Б тобында бақ сынаған Дания мен Голландия құрамалары арасындағы бәсекеде ойда жоқта даттар жеңіс тойын тойлады. Микаэль Крондели соққан голға қызғалдақты елдің өкілдері еш жауап таппады. Нәтижесінде басты фавориттердің бірі маңызды 3 ұпайдан қағылды. Көпшілік тағатсыздана күткен ойындардың бірі Португалия мен Германия арасындағы бәсеке. Қатарларын сақа ойыншылармен толықтырған қос тарапта жеңіс үшін алаңға шыққандығы белгілі. Нәтижесінде жанкүйерлер жан алысып, жан беріскен бәсекені тамашалады. Ойын тең дәрежеде өрбіді, бірақ сәттілік бұл күні немістерге жолдас болды. Марио Гоместің 72-ші минутта соққан доба оларға ауадай маңызды жеңіс алып келді. Бұл топта Дания мен Германия көш бастап тұр. С тобында соқыр жеребе Италия мен Испанияның жолын түйістірген болатын. Бітіспес қарсыластар бәсекесі 3-ші жарыс күнінің көрігін қыздырды. Сәуегейлер жеңісті Еуропа және әлем чемпиондары испандықтарға телген еді. Ал 300-інде басқаша шықты. 61-ші минутта Антонио Ди Наталияның көмегімен Сквадра Азур алға шықса, арада 2 минут өткенде испандықтар сапынан Цес Фабрегас таразыбасын теңестірді. Матч осылайша тең аяқталды. Мықтылардың сырынуын Хорватия құрамасы пайдаланып кетті. Ирландия құрамасымен болған матчта олар 3-1 есебімен жеңіске жетті. Марио Манджукич дубль авторы атанса, тағы бір доп Никита Елавичтің еншісінде. Осы матчтың артынша басты назарда жанкүйерлер болды. Хорватия мен Ирландиядан келген қонақтар өзара бірлесе польшалық жанкүйерлермен жаға жыртысқан. Басбұзарлар басты қару ретінде бос шөлмектер мен отыратын орындықтарды пайдаланыпты. Абырой болғанда полицейлер дер кезінде келіп үлгеріп, төбелесті тоқтатты. 14 тәртіп бұзғандар енді алдағы күндерін полиция бөлімшесінде өткізеді. Бұған дейін Ресей мен Чехия және Ресей мен Украиналық жанкүйерлер арасында да осындай келеңсіздіктер болған еді. Ержан Көшкімбаев, Информбюро. Қазір ғана әзір болған бейнематериал. Жалақы алмағандағы жазығымыз не? Қапшағайдағы жағалаулардың біріне жайғасқан Royal Village 5 жұлдызды қонақ үйінің 100-ге тарта қызметкерлері жаппай жұмыстан кетті. Жыл басынан бері адал еңбектерінің ақысын ала алмаған азаматтар бүгін қалалық прокуратура мен әкімдікті басып алды. Алайда ашынған қызметкерлердің алдына қонақ үй кешенінің қожайыны шықпады. Есесіне өкілі әкім орынбасары мен прокурордан ұялды ма, әйтеуір жалақы жырының ертең аяқталатынына уәде берді. Толығырақ Қапшағайдағы дауға барып, жаңа оралған Лимара Салих баяндайды. Еңбек ақымызды беріңіздер.
қара 5 ай бойы бақыр тиын көрмеген. Төзімдері таусылған қонақ үй қызметкерлері бүгін жыл басынан бері жартып жалақы алмағандарын айтып, қалалық прокуратураның алдына жиналды. Ашынған азаматтардың айтуынша 5 жұлдызды Royal Village қонақ үй кешенінің басшысы еш негізсіз жұмысшыларды жалақыдан қағып келген. Біздің ақша төлемейтіндей біздің не жазығымыз бар? Арендада тұратындар бар, осы арада төлей алмай жүрген. Қыста бізде үйімізде жағатындар жоқ, отында болған жоқ. Мен алдарына жылап талай рет бардым. Частный предприятие, значит, оларға закон басқаша ма? Или оларға басқаша закон шығара ма? Білмеймін. Мына прокуратураның күші келмеді. ГОБТ-ға жаз. Бәр жерге барып біттік қой уже. Никакой толк. Бәр жерге бардық. Прокурор өзі барып, ол жақтан демалып жүр. Атыдардай қонақ үйдің қызмет көрсету саласында еңбек еткендер бірнеше мәрте есігін қағып, шағым қатын қалдырған әкімдікке барды артынша. Алайда көлемді кездесуге Royal Village кешенінің қожайыны өкілдерін жіберіпті. Тараптардың талқысы бөлек. Айтуларынша азаматтардың адал еңбектерін ала алмауы бұрынғы бас есепшінің кесірі. Выплачивали в качестве авансовых. Біз жұмысшыларға қарыз ақшаны төлейік десек, бұрынғы бас есепші барлық жалақының базасын алып кеткен. Сол үшін біз кімге қанша беруіміз керек екенін білмейміз. Өкінішке орай көпшілік көмек күткен қалалық прокуратура қызметкерлерінің қолынан келер дәрмен болмай шықты. Оның үстіне қонақ үйдің қожайыны құқық қорғаушыларға жалақы жақында болады деп бірнеше мәрте жалған уәде берген көрінеді. В настоящее время принять какие-либо серьезные акты прокурорского не представляется возможным ввиду того, что между ТО АГРК и обслуживающей компанией ТО Евгенпро проходят судебные процессы в Алматинском судебно-экономическом суде. В этой связи все проверки не допускаются до вынесения решений. Алайда атышулы нысанға кіруге алыстан қарсылған күзетшілер кедергі болды. Онда айтып беріңіз бізге, почему мы не должны снимать? Ал жиынға келген қонақ үй басшысының өкілдері ертең қалалық әкімдікте ақша алмаған әрбір азаматқа есептеп тұрып еңбек ақыларын беретіндерін айтып тарқасты. Уәдеге аса сене қоймаған көпшілік қалалық прокуратура мен ішкі істер басқармасының осы іске байланысты тексерісінің қорытындысын күтпек. Егер жалақы жыры оң шешімін таппаса, жұртшылық жақын күндер жазғы маусымның ашылуын атап өткелі тұрған қонақ үй басшыларының қуанышына кедергі келтіреміз дейді. Лимар Салех, Ернар Құсайынов, Азамат Жылыспаев, Информбюро, Алматы облысы. Бүгінге осы алда жарнама және ауа райы мәлімет, одан әрі Информбюроның орысша нұсқасын көріңіздер. Айдан аман, жылдан есен болайық.